Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы қарапайым және де бір-ақ штук жұмыртқа қосылатын дәмді пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Үстінен қантымызды 2-3 бөлікке бөліп, аз-аздан салып отырып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жоғарғы жылдамдыққа жеткенше, көпіргенше араластырып аламыз. Үстінен бөлме температурасындағы сүтті құямыз. Үстінен сұйық майды құямыз. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды салып, илеугіштің көмегімен өткіземіз. Достар, пирог торт жасаған кезде ұнды илеуіштен өткізуді ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздердің пирогтарыңыз әдемі көтерілетін болады. Пирогқа қажетті граммның барлығын төменгі описанияға қалдырып кеттім. Сол жерден қарап қосасыздар. Ұнды жазылған мөлшерден көп қосып қоймаңыздар. Оның тығыздығына байланысты азайтып қоссаңыздар да болады. Міне достар, бізде осындай қою қамыр шығуы тиіс. Енді осы шыққан қою қамырымызды арнайы формамызға құямыз. Форманың диаметрі маңызды емес. Формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Міне достар, біздің бір ғана жұмыртқадан дайындалатын дәмді пирогымыз дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, әдемілеп қою өз еріктеріңізде. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіздің құрбыларыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда талай істермен жеңіл дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаңызға ас болсын.